Білім алушыға оқу материалын бердік. Енді тапсырма мен жаттығу жіберуді қарастырайық. Ол үшін қайтадан плюс батырмасын басамыз. Жаңа слайд жасаймыз. Енді бұл жерде біз Activities тапсырмалар бөліміне өтеміз. Бұл жерде қызықты тапсырмалардың түрлері сан алуан, сайыс, ашық сұрақ, сәйкестендіру, тест және тағы сол сияқты тапсырмалар. Біз бірнешеуін қолданып көрейік. Бірінші сайыс түрін пайдаланайық. Бұл сайыста сіз сұрақ қоясыз. Ол сұраққа оқушы белгілі бір уақыт ішінде, мәселен 30 секунд немесе 20 секунд ішінде бірінші болып дұрыс жауапты таңдауы керек. Жауаптың өзі мәтін түрінде немесе сурет түрінде берілуі мүмкін. Сұрақ жасап көрейік, бақылаңыз. Бірінші сұрақты жазамыз. Одан кейін мәтін жауап жазамыз. Егер жауап нұсқалар бірнеше болса, төмендегі Add Answer батырмасы арқылы қосамыз. Дайын болған соң келесі сұрақты қосу үшін Add Question батырмасына басайық. Бірінші сұрағымызды енгіземіз. Сосын Images, яғни суреттер белгісін таңдаймыз. Енді жауап ретінде компьютердегі суреттерді таңдауға болады. Бақылаңыз. Жауаптардың қайсысы дұрыс екенін белгілеуді ұмытпайық. Бірінші сұрақта да дұрыс жауапты жасыл белгішемен белгілейік. Міне, сұрақтар дайын болды. Оларды енді сақтау үшін төмендегі Save батырмасына басамыз. Осылайша сайысқа арналған бірінші слайдымыз дайын болды. Тағы бір жаңадан слайд жасап, ашық сұрақ қойып тапсырма берейік. Ашылған терезеде біз пәнімізге қатысты сұрағымызды жазамыз. Бұл жерде де сұраққа жауап беру уақытын қоюға болады. Мысалға 1 минут берейік. Осы уақыт ішінде оқушы жауап беріп үлгеруі керек. Сонымен қатар оқушыға көмек ретінде сурет, видео, PDF, аудио, интернет сайт және аудио хабарлама беруге болады.
Барлығы дайын болған соң Save батырмасын басып сақтаймыз. Көріп отырғандай ашық сұрақ екінші слайд болып сақталды. Келесі сұрақ сәйкестендіру. Бұл жерде add pair, яғни жұпты сөздер немесе суреттерді таңдауымыз қажет. Мысалға, бірінші бөлікке сөзді жазайық. Ал екінші бөлікке суретті қояйық. Суретті жоғарыда көрсеткендей, компьютер немесе Google арқылы іздеу жолына қажетті сөзді жазып алуға болады. Барлығы дайын болған соң Save батырмасын басып сақтап шығамыз. Сұрағымыз үшінші слайд болып сақталды. Жаңадан слайд жасап, бос орынды толтыру тапсырмасын жасап көрейік. Ол Fill in the blanks деп аталады. Ашылған бетте кез келген дизайнды таңдаймыз. Сосын мәтінімізді оң жаққа енгіземіз. Мәтінді енгізген соң бос орындарға толтыратын сөздерді үстінен бір рет басып белгілеп шығамыз. Дайын болды. Енді сақтаймыз. Сұрақ төртінші слайд болып сақталды. Енді есте сақтауға арналған жаттығу жасайық. Ол Memory Test деп аталады. Ашылған бетте біз мәтін не сурет енгізе аламыз. Суретті дәл осы жерде интернетпен іздеп ала салуға болады. Бақылаңыз.
Барлығы дайын болған соң дан, яғни дайын батырмасына басамыз. Міне, бұл жаттығу 5-ші слайд болып сақталды. Барлық қажетті тапсырмалар осымен жасалды. Енді оның сілтемесін оқушыға жіберейік. Ол үшін төмендегі Save and Exit батырмасын басамыз. Сабағымызды тауып, оны оқушыға жіберу батырмасын басайық. Ашылған терезеден сілтеме суретіне басып, оны көшіреміз. Енді оқушы бұл сілтемені алғанда қалай орындайтынын бақылайық. Осымен барлық тапсырмалар аяқталды. Мұғалім тапсырмалардың нәтижелерін қайдан көреді? Сол жақ бағанда Reports бөліміне басамыз. Ашылған бетте сабақтардың немесе тапсырмалардың аттары тұрады. Керек тапсырманың үстіне басып, оған қатысқан оқушылардың нәтижелерін көреміз. Дәлірек айтқанда жалпы мәлімет, қатысқан оқушылар тізімі, сонымен қатар әрбір сұрақ бойынша қалай жауап бергенін көрінеді.
Сонымен қатар, егер артқа қайтсақ, алынған нәтижелерді сақтауға немесе олармен бөлісуге болады. Сақтаудың екі түрі бар. Біріншісі, жалпы сынып бойынша мәліметтерді алу. Оны біз компьютерге немесе Google дискке PDF форматта сақтай аламыз. Ал екіншісі, дәл сол PDF форматта жеке оқушы бойынша нәтижелерді сақтауға болады. Ол үшін оқушының атын таңдап, Download батырмасын басамыз. PDF форматта барлық мәлімет алдыңызға шыға келеді. Сонымен, біз бүгін Nearpod сайтын өзіміздің жұмысымызда қалай тиімді және ұтымды пайдалануға болатынын көрдік. Келесі сабақтарда сіз бұл сайтты, яғни оның ішінде ұсынылған әртүрлі пайдалы қызметтерді пайдаланады деген сенім білдіремін. Келесі кездескенше.